Бұл жерде назар аударатын бір нәрсе, орнату барысында дисктегі деректер жойылуы мүмкін. Маңызды файлдарды алдын ала сақтап қойыңыз депті. Алгоритм блокпост Windows 11 операциялық жүйесін тегін жүктеп алып компьютерге орнату. Қазір барлығы өте оңай. Графикалық user interface Windows 11 операциялық жүйесін компьютерге орнату өте оңай. Бірінші іздейтініміз, біз Google'дан Windows 11-ді жүктеп алу, download деп іздейміз. Ол бізді келесі сайтқа алып келеді. Міне мына сайтқа барамыз. Windows 11-ді тегін жүктеп алыңыз және оны орнатыңыз деген нұсқасы келеді. Мен қазір осы парақшаны қазақ тіліне аударып қояйын. Аудару. Қараңыз, бұл жерде не жазылған? Мысалы, осы парақшаға барамыз, керек нұсқаны жүктейміз. Бұл жерде жазылғандай Windows 11 жүйесін орнатудың 3 нұсқасы берілген опциясы, соның қайсысын таңдайсыз дейді. Бұл жерде айтқысы келіп отқандар мыналар, мен қазақ тіліне аударып қойдым және өте түсінікті. Windows 11 диск кескінін ISO файлды барлық компьютерлер үшін жүктеп алу дейді. Міне осы нұсқа ең оңай деп санаймын. Басқа нұсқаларды шын айту керек, өте оңай, бірақ біз осыны қарастырамыз. Екінші, үшінші жағдайларды тез айта кететін болсақ, бұл жерде Windows 11 медиасын жасау, бұл жерде Microsoft компаниясының көмекші бағдарламасы болады, соны қолданса болады. Ол да өте оңай. Ал үшінші жағдайда бұл дәл осы алдымыздағы тұрған, міне қолданып отырған операциялық жүйеге бірден осы жерге орнатып жіберу нұсқасы. Егер сізге осындай жағдай қажет болса, мысалы Windows 10 сізде қазір жұмыс жасап тұр, сіз оны Windows 11-ге дейін жаңарту мәселесі қызықтыратын болса, онда осы үшінші нұсқаны таңдауға болады. Бұл жерде барлық деректеріңіз сақталады, барлығы дұрыс жұмыс жасайды. Енді біз жаңа айтып кеткендей, мына бірінші нұсқаны таңдаймыз. Бұл жерде біз ISO файлды жүктеп аламыз, кескінді. Одан кейін міне бізге мына нұсқасы керек. 64 биттік құрылғыға арналған Windows 11 дискісінің кескісін жүктеп алу. Windows 11 операциялық жүйесі қазір жүктеп алу нүктесін басамыз. Міне сұрауыңызды растауда бірнеше уақыт алуы мүмкін дейді. Қайсысын таңдайсыз дейді. Орнату тілін көп жағдайда ағылшын тілін немесе орыс тілін таңдау болады. Бұл жағдайда қазақ тілі өкінішке орай жоқ. Бірден таңдауда біз мысалы орыс тілін таңдаймыз. Одан кейін растау. Сұрауыңыз расталуда бірнеше минут кетуі мүмкін. Парақшаны жаппаңыз. Қазір біз сізге жауап береміз дейді. Міне бізге қазір бір сілтеме жасап берді және ол 24 сағатқа жарамды. Сондықтан жүктеуді бастаймыз. Міне 64 бит жүктеп алу Windows 11 орыс тіліндегі кескіні ISO файлы. Міне бізде бағдарлама жүктелуде 5 гигабайт көлемінде. Бұл біраз уақыт алатыны түсінікті. Қараңыздар, Windows 11 нұсқасы 24H2 орыс тілінде 64 биттік ISO файлы. Бұл жүктеліп болғаннан кейін бізде мынандай міне кескін пайда болады. Одан кейін не істейміз? Одан кейін біз ары қарай осы ISO image кескінді Rufus бағдарламасының көмегімен USB флешкаға жазамыз. Біз загрузочный USB флешка жасаймыз. Rufus бағдарламасы бұл USB флеш дисклерін жүктелетін етуге арналған қарапайым бағдарлама. Ол үшін ресми сайтына барамыз. Мен орыс тіліндегі сайтты ашып отырмын. Rufus.ru. Мне создать загруженный USB диск. Это просто дейді. Және оның не бағдарлама екені жазылған. Бұл флеш дисклерді жад карталарын және басқа құрылғыларды пішімдеуге және олардан жүктелетін құрылғылар жасауға арналған утилита. Rufus келесі жағдайларда өте пайдалы дейді. Тура біздің жағдайға қажет. Біз осы Windows 11-ді орнатқымыз келіп тұр. Сондықтан мен Rufus-тың .exe файлын жүктеп алам. Мына жердегі сілтемені басамын. Міне менде қазір Rufus жүктелу басталды. Енді бұл жерде айта кететіндей, міне мына жерде суретте көрсетілгендей, қазір жарнаманы жабайын, міне жерде көрсетілгендей, міне Rufus-тың керек нұсқасын жүктеп алыңыз. Windows операциялық жүйеңізге байланысты стандартты .exe файлды жүктеп алыңыз. Мен де мына жерде сілтемесін қалдырдым, жазуларын қалдырдым. Одан кейін загрузочный диск жасауымыз керек. Мен қазір USB флешканы саламын. Одан кейін компьютерге операциялық жүйені орнатудың ары қарай қадамдары. Жүктелген USB немесе DVD дискі дайын болғаннан кейін, біз әлі дайындамадық, сол дайын болғаннан кейін Windows 11 жүйесін орнату үшін келесі қадамдарды орындаймыз. Компьютеріңізді толықтай өшіресіз. USB немесе DVD дискісін компьютерге қосамыз. Одан кейін компьютерді қосып, компьютердің BIOS немесе boot мәзіріне өтуіміз керек. Ол үшін біз ноутбуктың моделіне қарай, енді Lenovo, HP, Asus әрқайсында әртүрлі. Сондықтан ол жерде мысалы кейбіреуінде Dell-ді басамыз, кейбіреуінде F2 нүктесін басамыз, кейбіреуінде F12-ні басамыз. Сөйтіп біз BIOS-қа түсеміз, немесе boot мәзіріне түсеміз.
HP-де мысалы boot меню ол F8 болуы да мүмкін. Сондықтан сіз өзіңіздің ноутбугыңыздың моделіне қарай басасыз, тиісті пернені, одан кейін жүктеу құрылғылар тізімінен осы USB флешканы жоғары қарай көтеріп бірінші қоямыз. Одан кейін сақтаймыз, сөйтіп ары қарай жылжытамыз, Windows орнату шебері жүктеледі, сондағы нұсқаларды орындап Windows 11-ді орнатып тастаймыз. Бұл жерде назар аударатын бір нәрсе, орнату барысында дисктегі деректер жойылуы мүмкін. Маңызды файлдарды алдын ала сақтап қойыңыз депті. Жаңа мен видеоның басында айтып кетуім керек. Компьютерде әрине файлдарыңыз болса, оны көшіріп сақтап қойыңыз керек. Сыртқы бір флешкаға, USB дискіге, одан кейін осы толықтай операциялық жүйені орнатып, ішіндегі файлдардың барлығын жойып тастаймыз. Енді бізде Rufus жүктеліп болды, ал Windows 11 бағдарламасы жүктелуде. Олай болса мен қазір кішкене дайындық жұмыстарын жасайын, мынау жүктеліп болғанын күтейік, одан кейін бір флешканы қазір қосайын компьютерге. Windows 11 кескіні жүктеліп болды, енді мен Rufus'ты администратор ретінде іске қосамын. Мен Rufus'тың кішкене тым жаңа версиясын жүктеп алған сияқтымын. Сондықтан жарайды, Windows өкінішке орай мен 64 биттікті жүктеген екенмін. Жарайды, менде қазір 32 биттік операциялық жүйе тұр мына жерде. Ода тұрған еш нәрсе жоқ. Яғни менің операциялық жүйем Windows 10, ол 32 биттік жүйесі. Мен қазір сіздерге көрсетейін, міне 32 биттік операциялық жүйе, сондықтан мен қажетті нұсқасын жүктедім. Сіздерде көп жағдайда 64 биттік болуы мүмкін. Енді мен 32 биттік іске қосамын. Міне жерде, міне бізде жаңағы дискінің Rufus'тың интерфейсі шықты. Бұл жерде не істейміз? Мен қазір флешканы қосып қойдым, оны көруге болады. Мына компьютерге келем, мынау менің өзімнің дискім, мынау менің USB флешкам. USB флешка менде 16 гигабайт. Сіздерде кем дегенде 8 гигабайт болу керек. Енді қазіргі ISO файлдар өте үлкен көлемдері, сондықтан үлкен флешка алыңыздар. Енді бұл жерде міне қажетті флешканы таңдаймыз. Менің жағдайымда жаңағы 16 гигабайттық мына флешка тұр. Одан кейін бұл жерде міне диск ISO файлды таңдаңыз дейді. Ол қайда дейді? Бізде ол міне загрузканың ішінде тұр. Бірақ қана біздің ISO файлымыз жаңағы окей. Одан кейін міне кішкене осы кескінді қазір сканинг жасауда, тексеруде. Бұл жерде кішкене компьютеріңізде орын толып қалды дейді. Компьютеріңізді өшіріңіз дейді. Назар аудармаймыз. Яғни қараңыздар, бұл жерде керекті кескінді тапты, стандартты Windows орнатуы, partition scheme дейді. Бұл жерде MBR GPT дегенді көреміз. Енді бұл Rufus бағдарламасы өзі автоматты түрде ең керегін бізге таңдайды. Қазіргі уақытта бұл GPT-ді таңдап тұр, және ол жақсы. Себебі соңғы UEFI, жаңағы BIOS-тың UEFI деп аталынатын user интерфейсті қолдайды жаңа нұсқасын. Енді MBR деген кішкене ескірек болуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде қайсын таңдасаңыз негізі шадаспайсыз, бірақ Rufus-тың өзіне қалдырыңыз. Мысалы GPT-ді таңдады, UEFI-ді келтірді, себебі Windows 11 осы соңғы нұсқасын қолдайды BIOS-тағы жаңартулардың барлығын. Одан кейін форматтау нұсқасы біздің диск жаңағы флешкаға атау береді. File System Type бұл жерде NTFS-ті таңдады. Бұл да Windows үшін ең тұрақты, ең сенімді болып табылатын File System жүйесі. Біз оны қалдырамыз. Оның cluster size дейді. Бұл жерде де default үнсіз түрде тұрған 4096 байтты өзгертпейміз ешқандай. Яғни барлығына сеніп осылай тапсырамыз. Бұл бағдарлама өзі автоматты түрде көптеген шешімдерді дұрыс қабылдайды. Одан кейін старт нүктесін басамыз. Мына жерде Windows инсталляция кезіндегі кейбір ерекшеліктерді, өзгерістерді жасасаңыз болады дейді. Мысалы, сізде Windows 11-де мысалы мынандай ереже бар, жедел жады RAM 4 гигабайттан көп болу керек деген тексерісі бар, соны жойып тастаңыз дейді. Онда галочка қойсақ болады. Одан кейін Secure Boot және TPM2 деп аталынатын нұсқаларында алып тастаймыз дейді. Мына өзі Rufus-тың бағдарламаның өзі қазір сондай шектеулерді алып тастаңыз дейді. Оған келісеміз. Одан кейін Microsoft-тың онлайн учетная запись, Microsoft аккаунтты жасауды ол сұрайды. Соны да бірден алып тастағыңыз келе ме дейді. Оны да бірден алып тастауға болады. Rufus бағдарламасы өте керемет. Яғни алдын ала осындай бізге кедергі жасауы мүмкін, алдымызға шектеу қою мүмкін. Windows-тың Microsoft компаниясының осындай шектеулерін алдын ала жойып тастап отыр. Одан кейін сол жүйеде жаңағыдай жергілікті администратор аккаунтты жасағыңыз келе ме дейді. Оны жасағыңыз келсе, мысалы деп рұқсат берсеңіздер болады. Мысалы мен бұл жерде өзімнің атымды жазып жаңағыдай жергілікті аккаунт жасасам болады.
маған бірақ әзірге ол қажет емес, мен оны қазір орнату барысында жасаймын. Одан кейін ары қарай басқа нәрселерді таңдамаймыз. Иә, тағы да мына жерде бір нәрсе айтып кетсем болады. Windows 11-де автоматты түрде қорғауға арналған, шифрлауға арналған BitLocker деген encryption жүйесі бар. Оны жойып өшіріп тастауға болады. Сондықтан мен оны таңдаймын. Одан кейін ОК нүктесін басамын. Сіздің жаңағы USB флешкаңыздағы барлық ақпаратты жойып тастаймыз дейді. Сондықтан сақ болыңыз дейді. Мен оған келсем, менің флешкамда ешқандай маңызды ақпарат жоқ. ОК нүктесін басамын. Міне мына жерде статус басталды және біздің жүктелетін USB флешканы жасауда. Енді бұл жерде қазір бұл кішкене уақыт алуы мүмкін, біраз уақыт алады. Ол кезде біз осы жердегі ақпараттармен танысып кетейік. Қараңыздар, мысалы мына жерде суреттер берілді, өте үлкен болып кетті, оны кішірейтуге тырысамын. Бірақ Windows-тың кішкене мына жерде бір ескертулері бар, жаңағы айтып кеткен өзінің ақпараттары бар, соларды оқып кетсеңіз болады. Мысалы ISO файлды жүктеп алмас бұрын мынандай нәрселердің сізде бар екеніне көз жеткізіңіз дейді. Яғни интернет қосылымы сізде тұрақты және көп болу керек. Жаңа көргендеріңізде біз үлкен файлды кескінді жүктедік 5 гигабайт көлемінде. Одан кейін ISO файлын жүктеп алып жатқанда компьютерде USB немесе сыртқы дискілерде жеткілікті деректер жады болсын дейді. Компьютеріңіздегі дисклер жүктелетін дискіні жасау үшін кемінде 8 гигабайттық жаңағы бос орны бар DVD диск немесе USB флешкасы болу керек дейді. Себебі ондағы кез келген мазмұн орнату кезінде жойылады дейді. Яғни USB флешкадағы ақпарат жойылады. Одан кейін компьютеріңіздегі де ақпарат жойылады. Сондықтан бұл жерде берілген ақпаратқа назар аударыңыз. Яғни орнату барысында компьютердегі дискідегі ақпараттар жойылады. Сондықтан маңызды файлдарды алдын ала сақтап қойыңыз деген екен. Тағы не жазыпты? Егер ISO файлында жүктелетін DVD дискісін жазу әрекеті кезінде диск кескіннің файлы тым үлкен хабарын алсаңыз, сыйымдылығы жоғары USB флешка алыңыз депті. Windows 11 орнатқаныңыз келетін, қараңыз, Windows 11 орнатқаныңыз келетін компьютерде мынандай нәрселердің бар екеніне көз жеткізіңіз депті. Мысалы 64 биттік процессор бар. Бүгінгі таңда көптеген компьютерлердің барлығы осы Intel, AMD жаңа процессордың барлығы осыны қолдайды. Одан кейін жүйе талаптарына сәйкес келетініне назар аударыңыз дейді. Windows 10 жүйесінде жұмыс істейтін барлық құрылғылар Windows 11 жаңартуларын алуға құқылы емес дейді. Мәліметтер төмендегі ескертпеден қараңыз депті. Windows 11 ең төменгі жүйелік талаптарына сай келмейтін компьютерге Windows 11 медиасын орнату ұсынылмайды. Яғни қараңыз, бұл жерде қарапайым тілге айтқан кезде Windows 11-дің негізі талаптары кішкене жоғары. Ол жердегі процессорыңыз жедел жады, кішкене состояние, былай қалай жағдайы дұрыс болу керек. Яғни сіздің жаңағы жедел жадыңыз кем дегенде 8 гигабайт болса тамаша, сол ұсынылады. Процессорыңыз де қуатты болу керек. Одан кейін жаңағыдай компьютер Windows 11-дің графикалық ресурстары өте жаңағыдай талаптары жоғарылау. Сондықтан компьютеріңіз жақсы болу керек. Менің мысалы жағдайымда Windows 10 операциялық жүйесінің 32 биттік орнатылған себебі бұл жерде компьютерім мықты емес деп айтпаймын, бірақ бұл арнайы сол жаңағыдай 32 биттік нұсқасы орнатылған. Тағы не жазған екен? Жүктеп алу аяқталғаннан кейін файлдың тұтастығын қамтамасыз ету үшін жүктеп алуды тексеру опциясын пайдалануға болады деген екен. Орнату нұсқаларын жазып кетіпті. Мына жерде Windows ISO жүктеліп болғаннан кейін жаңағы орнату нұсқалықтары дейді. Жақсы, осындай бір кішкене бір танысып кетсеңіз болады, алайда бұл міндетті емес. Бірақ жаңағы компьютеріңіздің минималды характеристикасы сәйкес келетініне назар аударыңыз. Енді біз барлығын дұрыс жасап келе жатырмыз, ешқандай қиындық жоқ. Міне ISO файлын қазір USB флешкаға жазуда, жүктелмелі операциялық жүйені бір экранға барлығын сыйдырып қойын. Міне жасалуда. Мынау жасалып болғаннан кейін біз жаңа компьютерге тығамыз, сөйтіп операциялық жүйені орнатамыз. Міне бізде Rufus бағдарламасы қазір кескінді USB флешкаға жазуды аяқтап қалды. Applying Windows Customization дейді. Кішкене жаңағы Windowsқа өзгертулерді жасап жатқанға ұқсайды. Қазір аяқталады, 99% дейді. Мына жерде жаңартып көрейік. Міне флешкада көріп отқандарыңыздай қазір көптеген информация пайда болды. Енді бүгінгі күні Windows 11-дің операциялық жүйесі кішкене ауыр, көлемі де өскенін байқаймыз. Оның бәрі әрине түсінікті жаңартулар мен графикалық user интерфейстің өте керемет дамуына байланысты. Міне дайын болды, барлығы енді жапсақ болады. Бізде USB флешка дайын болды жүктелмелі. Оның ішін ашып та қарай берсек болады. Міне
boot файл, EFI файл, setup дейді, мынаны басып орнатуға да болады мына операциялық жүйеге, бірақ біз оны олай жасамаймыз. Біз осы USB флешканы енді алып, өзіміздің компьютерді толықтай өшіріп, соған USB дискіні қосамыз, Dell F2, F12 нүктелерін басып, BIOS-қа түсеміз, одан кейін осы USB-ден жүктелу командасын береміз. Ары қарай Windows-тың орнату шебері пайда болады. Олай болса мен қазір компьютерге флешканы қосып, компьютерді перезагрузка жасайын. Міне, дискіден жүктелу үшін кез келген кнопканы басыңыз деді, мен Enter нүктесін бастым. Енді біздің операциялық жүйе жүктелу басталады. Орнату тілі және формат времени таңдаңыз депті. Біз қазір орыс тілінде қалдыра берейік. Қазақ тілінде қолдану әзірге аз екенін мойындаймын. Сондықтан бұл жерде қазақ тілін таңдауға мүмкіндікте өкінішке орай жоқ. Себебі біз жаңағы жүктегеннің өзінде осы орыс тіліндегі ISO файлды жүктедік. Енді далее нүктесін басамын. Клавиатура тағы да орыс тілінде қалдырайын. Далее, Windows 11-ді орнату. Мен барлық келісім шарттармен келісемін. Далее нүктесін басамын. Бізде әзірге кілт жоқ. Біз оны жаңағы сынау, trial нұсқасы ретінде пайдалануға болады. Сондықтан у меня нет ключа. Далее нүктесін басамын. Орнатқыңыз келетін операциялық жүйе нұсқасын таңдаңыз. Домашний бұл үй қолданушыларын алған Home Edition деген нұсқасы. Одан кейін оқу орындарына арналған және Pro нұсқасы. Pro нұсқасы бұл бизнесте, офистарда қолданылатын функциялары ең жоғары деңгейдегі нұсқасы болып саналады. Біз қазір осы Pro нұсқасын орнатайық. Далее нүктесін басамын. Мына жерде лицензиялық келісім шартты таңдау үшін оқып шығыңыз дейді. Мен барлығын тез бір көз жүгіртіп шығып, оқып шыққаннан кейін қабылдаймын. Далее нүктесін басамын. Кішкене күте тұрыңыз дейді. Дискілерді іздеуде. Сізде мысалы компьютеріңізде жаңағы 1 терабайттық немесе 512 гигабайттық дискіңізді осы жерде көрсетеді. Сіз сол терабайттың барлығын бір дискі көлеміне арнап жібергіңіз келсе, онда далее нүктесін баса саласыз. Ал егер енді дискіңізді екіге бөліңіз келсе, біреуінде операциялық жүйе сақталынады, одан кейін қосымша екінші дискіде жаңағы файлдарыңыз сақтағыңыз келсе, онда екіге бөлу мүмкіндігі бар. Алайда мен сіздерге айтайын, бұл жерде бір дискі жасай бергеннен ешқандай қазіргі уақытта ешқандай қиын несі жоқ, жаңағыдай кемшілік жоқ. Сондықтан мен бір дискіні таңдап далее нүктесін басамын. Енді менде қазір Windows 11 орнату дайын дейді толықтай. Сонымен қатар мына жерде жазып кетті, жаңағы дискіңіздегі барлық ақпараттар жойылады. Сондықтан сақ болғаныңыз жөн дейді. Мен келісемін, далее нүктесін басамын. Міне мына жерде жазып жатыр, Windows 11-ді орнату басталды. Сіздің компьютеріңіз бірнеше рет перезагрузка болуы мүмкін. Сондықтан күтіңіз дейді. Енді 100% болғанын күтеміз. Одан кейін Windows 11 операциялық жүйесі бізде орнатылып шығады. Орнатылу процесі аяқталуға жақын регионды таңдаңыз дейді. Біз Қазақстанды іздеп көрейік. Қазақстан. Далее. Раскладка клавиатуры, орыс тілінде қалса болады. Бізге ұқсады. Жоқ, басқа қосымша қоспаймын. Қандай языкты клавиатураға қолданғыңыз келеді дейді. Жоқ, мен қосқым келіп тұрған жоқ. Сондықтан пропустить деген нүктені басуым керек бұл жерде. Операциялық жүйе дайындалуда. Жаңартулар бар ма екенін тексереміз дейді. Интернетке қосылу болса, енді жаңартуларды тексереді. Негізі орнату барысында интернет болмаса да жасайды, бірақ менде жаңа интернетті көріп қойды, сондықтан әйтеуір интернет сұрап жатыр. Енді қосылды интернет, жарайды, далее нүктесін басайын. Одан кейін не болатынын көрейік. Енді бұл жерде жаңартуларды іздейміз дейді, жаңартуларды орнатамыз, тағы да күтуге тура келеді. Сондықтан енді жарайды, Microsoft компаниясының бүкіл жаңартуларын интернетпен байланысып, жаңа лицензиясын тексерсін, барлық тексерулерді жасаған соң, көрейік ары қарай. Құрылғыңызды қалай атағыңыз келеді дейді. Мен тест OS дей салайын, далее нүктесін басайын. Выбор способа настройки устройства дейді. Настройка для личного пользования дегенді компанияда болсаңыз бұны таңдамаңыз. Себебі бұл жерде учетная запись Microsoft қолданады. Ол жерде сіздің Microsoft-тың жаңағыдай почтасын жасайсыз. Gmail-ға ұқсаған немесе Mail.ru-ға ұқсаған, ВКонтактіге ұқсаған. Одан кейін сіздің жеке қолданысыңызда компьютер болады. Сөйтіп жаңағы аккаунтқа сіз өзіңіздің почтаңыз арқылы кіресіз. Ол жерде сіздің барлық ақпаратыңызды, барлық жаңағы қолданатын сайттар, енді білмеймін, Microsoft компаниясы сізге жаңағыдай толықтай сонымен байланысты болады, жаңағы Microsoft компаниясының учетный записімен. Алайда мен көп жағдайда осы қандай қолданыс болсын, жергілікті администраторды жасау үшін настройка работы, для работы или учебны таңдаймын. Бұл жерде компьютердің қолданушысы бір ғана жергілікті администратор болады. Маған осы керек. Менде Microsoft'ның учетный записі жоқ.
Microsoft учетный записін тексергіңіз келеді дейді. Бұл олсыз болмайды дейді. Параметры входа. Так, мен мына жерде енді вместо этого присоединить к домену деген таңдаймын. Себебі мен Microsoft'ың учетный записін қолданғым келіп тұрған жоқ. Бұл компьютерді кім қолданады? Жаңағы құрылғыға кіретін қолданушының есімін таңдаңыз дейді. Кез келген қолданушының атын жазамыз. Мен мысалы мына жерде қазір қолданушы юзер дей салайын. Сіз өзіңіздің атыңызды жазасыз. Далее пароль қойғыңыз келе ме? Жарайды, мен қазір 123 деген парольді қояйын. Одан кейін тағы да оны қайталаймын. Контрольный вопростарға жауап беріп кетсеңіз болады. Себебі пароль ұмытып қалу барысында оны қалыпқа келтіруге сізге көмектеседі. Енді мен бұл жерде тестовый А әріптерін таңдай салдым, тестлік болғандықтан. Выберите параметры конфиденциальности дейді. Жарайды, мен барлығына келісе салайын, одан кейін принять нүктесін басайын. Сіздер өздеріңіз оқып қарасаңыздар болады. Ол жерде местоположение, жарнама беру, жаңағы сол сияқты қадағалау жұмыстары. Кейбіреуін қаламасаңыз өшіріп тастасаңыз болады. Келіспесеңіз, ол Microsoft'ың жұмысына ешқандай әсер етпейді. Қазір жаңартуларды қайтадан тексеруде, операциялық жүйенің обновлениелерін орнатуға тырысады. Олай болса тағы да күтеміз. Сонымен бізде Microsoft'ың операциялық жүйесі қазір дайын болу керек. Жаңартулар орнатылуда дейді. Ары қарай жұмыстың барлығы біздің мойнымызда дейді. Бірнеше уақыт алуы мүмкін. Компьютеріңізді өшірмеңіз, интернетке тоққа қосып қалдырыңыз дейді. Сонымен қатар Windows 11-дің жаңағы нұсқаларымен, жаңағыдай жаңартуларымен танысыңыз дейді. Көріп отқандарыңызда міне қазір 3 қадам 100%-ға жету керек. Сондықтан біраз уақыт тағы алады. Олай болса күтеміз. Windows 11 одан кейін дайын болатынына сендім. Windows операциялық жүйесі дайын. Парольді теремін. Enter нүктесі. Сәлем. Тағы да дайында жұмыстары болуда. Енді Windows 11 кішкене ұзақ біткенін байқаймын. Орнату соңғы кездері жаңартулар, дайындаулар. Міне, осымен біздің Windows 10 операциялық жүйесі орнатылып бітті.